Кайырлуу күн, құрметті көрермендер. Араға 2 жыл салып, сабақты қайта жандандыруға шешім қабылдадық. Алдында видеолардың артынша жалғастырайық. Бұл музейдан кейінгі сұранып тұратын тақырып бұл маскілер. Маскілер нені атқарады? Көп сөзбен көпіртпеу үшін сіздерге тәжірибелік практикалық түрде көрсетейік. Яғни өзіміз бірінші бір композиция ашайық. Маңызды емес, біз тек қана қазір масканы істеуді көрсетеміз. 10 кадр болып қалды да, 10 секундтық. Секундтық композиция аштық. Ең бірінші істейміз. Масканың түрі болады. Біз масканы мәтіндік қабаттарға да сала аламыз, және шейп элементтерге де, фигуралық элементтерге де сала аламыз. Фигуралық элементтерді маска ретінде қалай қолданамыз? Бірінші, мысалы, бізде қандай да бір мәтіндік жолақ болды. Мәтіндік элемент. Біз оған маска қалай қолданамыз? Бізге мысалы осы берілген мәтініміз анимациясы бойынша, позишн бойынша жылжытайық. Осылай шығу керек, бірақ біз қандай да бір мына жақта көрінбес үшін шыққаны, бізге қалай шығып жатқаны, қандай да бір нәрсемен жапқымыз келсе, бұл жерде масканы қолданамыз. Қалай іске асырылады? Шейптік элементті аламыз, шейпті саламыз, филін жасаймыз, филді толтыру режиміне қоямыз. Ctrl-Alt-Home арқылы біз anchor point-те, яғни ортақ нүктесін қоямыз. Содан кейін осыны біз қазір маска ретінде қолдана алсақ болады. Қазір біз егер бүйтсек, бұл шейптің артына кіріп тұр, бірақ бұл маска ретінде қолданып тұрылған жоқ, себебі бұл шейп ретінде тек үстіңгі слой болғандықтан жауап тұр. Мысалы, егер оны астыңғы слойға түсіретін болсақ, ол яғни көрініп тұрады. Сол себеп біз бұны маска ретінде қолдану үшін бізде сіздерде мүмкін осылай болып тұрады. Ол мүмкіндік шығару үшін мына бір бөлікті басамыз. Мынандай TK Market деген пайда болады осы жерден, яғни масканы қолданамыз. Альфа-матты дегеніміз бұл бассақ үстіңгі бөлікті маска ретінде қолданады, яғни бұл жерде мәтін осы белгіленген, мысалы, фигураның ішінде ғана көрінетін болады. Яғни біз егер анимацияны қоссақ, шығып кетіп жатыр. Бізге керісінше жағдай керек, ол үшін альфа инвертед матта дейміз, яғни инвертед деген керісінше деген сөз. Осы арқылы, шейп арқылы маска қоюға болады. Екінші жолы бұл мәтіннің өзіне маска қою. Ол үшін бірінші әрекет, бұл біз қолмен масканы бүйтіп жасай аламыз. Бұл масканың бір минусы, яғни бұл маска бірге жылжиды онымен. Бірге жылжымас үшін біз масканы қойып осылай шейп элемент арқылы масканы қойсақ болады, осы қабатты таңдап. Немесе өшіріп тастайық. Осыны белгілеген Ctrl Shift N пернелерін қосып бірге бассақ, масканы сол қабаттың сыртын айнала қоршайды маска. Осы қоршап алғаннан кейін бізге, мысалы, осы масканың сыртынан түсу үшін мәтініміз не істеуге болады? Бірінші біз мәтіндік слойының свойстволарын ашамыз. Сол жерден текст дегенді таңдаймыз. Содан кейін animate деген бөлік бар. Болған толықтай жеке-жеке кейін тоқтала кетеміз. Қазір бізге керегі position бөлігі. Яғни position бөлігін таңдаймыз. Осы positionды біз анимациялауымыз керек. Яғни positionға кілт қойдық. Бірнеше кадрға жылжыдық. Мен мысалы 20 кадрға жылжыдым. Одан кейін мысалы жоғары немесе оңға, солға біз жылжытсақ болады. Бірінші біз ойымызда жоғарыдан төмен қарай түсу керек етін.
осылай таңдаймыз. Бізде бірақ кілттеріміз керісінше болып қалды. Біз кілтті мынадан істеу керек. Ол үшін кілтті керісінше реверс жасау үшін, кері айналдыру үшін keyframe оң жағын басамыз, кілттердің үстіне keyframe assistant, time reverse keyframes деген басамыз. Бірінші кілттердің орындары ауысты. Енді қосып жіберсек, міне сыртындағы масканы ол өзіне қолданып тұр. Егер бізде мысалы домалақ элементті шеңберді шығару керек болса, қандай да бір суреттен болмаса шейптен, ол үшін бізге мысалы текст мәтіннің артынан осы дөңгелекті шығару керек болып тұр дейік. Ол үшін біз мәтіннің үстіне маска қоямыз. Осылай маска ретінде қабылдаймыз үстіндегі қабатты. Содан кейін кішкене кішірейтейік. Құрамына сүйгішін. Енді бұны бояйық. Не істей аламыз? Ол үшін бағана басында көрсеткендей мына қабатты, маска қабатына альфа инвертед мәтте қыламыз. Яғни әзірге бізде өш жерде тұр. Егер біз мысалы мына жаққа кіргізетін болсақ, байқап тұрғаныңыздай ол маска арқылы жоғарыға кетті. Көрінбей қалды біздің шейпіміз. Сондықтан маскалық слойды жабамыз. Сосын позишн бойынша анимация жасасақ, байқап тұрғаныңыздай шыққыда. Маска бойынша қысқаша ақпарат осы, тағы да ақпараттар болып атса, қоса жатармыз кейін. Рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар.